Сәлем достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін вупи пай тортын пісірдім. Яғни 60 жасқа арналған 60 деген сан қылып, цифра қылып пісірдім. Рецепт оригинал жасап көріңіздер міндетті түрде. Және каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керегі бөлме температурасына сары май, жұмыртқа, құмшекер, Қазақстан шоколад қолданамын, как всегда, осы тортқа. Және де какао, разрыхлитель ұнды араластырып қойдым бірге. Ең алдымен осына 5 жұмыртқаны саламыз. Егер де сіздерде жұмыртқа үлкен болса 4-еу, майда болса 5-еу қолдана беріңіздер. Осылай жұмыртқамды жақсылап араластырып алам. Енді бізде келесі Қазақстан шоколад, яғни таза шоколадты қолданамын. Осы шоколадты біз сары май екеуін ертіп аламыз. Сіздер қалай водяной ертсеңіздер де болады. Мен көбінесе асығыс кезде микроволновкаға ысытып ала салам. Но ешнәрсе қылады деп ойламаймын, разница особо болмайды. Осылай екеуін ертіп, Қазақстан шоколадымды сары майдың үстіне салам, осылай. Мен бұл жерде уже сары май мен Қазақстан шоколадымды микроволновкаға ерттім. Осылай ертіп, жақсылап араластырып, мен қазіргі жұмыртқаның үстіне салатын боламын. Салғаннан кейін дереу блендерімізді, миксерімізді қолданамыз. Себебі және ыстық болып тұрғаннан кейін жұмыртқаны пісіріп жіберуі мүмкін. Сол үшін салғаннан кейін сразу дереу осы миксерді қолданамыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне құмшекерімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді бұл жерде менде бір ыдысқа електен өткізген ұнымды және какао мен разрыхлителерді салып араластырып алдым. Осы ұнымызды қамырымызға саламыз. Ең бірінші миксерді қоспай, миксерді жай ғана ұнымызды араластырып аламыз. Міне бізде осындай консистенция шығу керек. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді бізде келесі пергамент қағазымызды мен осылай 6 қағаз қылып дайындадым. 6 қағазыма 3-6 және 3-0-ді сызып, осылай қамырымды жағып дайындап қойдым.
Енді бізде 0 сан дайындап жатырмын. Осыдан кейін әр тестамызды, қамырымызды қатарынан салып пісіріп аламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. 5 минут, ары кетсе 6 минут тұрса жеткілікті. Қарап тұрыңыз, тез пісіп қалуы мүмкін. 180 градуста 5 минут ары кетсе ұстап тұрасыз. Сонымен корждарымыз дайын болады. Мінекей, бізде уже цифра тортымыз, 60 деген цифра тортымыз дайын. Мен бұл жерде тортты қалай құрағанымды түсірген жоқпын. Келесі бір контентте міндетті түрде түсіретін боламын, көрдіңіздер. Және де осылайынан мен әсем дегенде фруктовый да болды. Жәнегі шоколад да барлығын қолдандым. Менде клиенттің заказы осындай болды. Менде айтпақшы, бұл торт заказға болды. Осылай істесеңіздер болады. Рецепт оригинал. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.